Баршаңызға сәлем. Бүгін 131 сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы қос теңсіздіктер. Бұл сабақта қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын табуды үйренеміз. Бірінші есеп: өрнектерді есептеп, жауаптарын кестеде көрсетілген тәртіппен орналастыр. Ғарыш кеңістігін, ондағы нысандарды және жұлдыздар мен галактикаларда болатын өзгерістерді зерттейтін ғылым қалай аталады? Демек, біз мына өрнектерді орындасақ, оны төмендегідей кестемен реттестіріп, оның мәнін дұрыс келетін әріпке реттестіріп, орналастырамыз кестеге. Дәл осы кестеге орналастырып барамыз. Бұл жерде ауызша орындасақ та болады. Мысалы, бірінші 630-ды 270 пен 90-ның бөлінісіне бөлуіміз керек. 270-ті 90-ға бөлсек 3 болады. 630-ды 3-ке бөлсек 210 болады. 210 бұл жерде мына жерде орналасқан. Демек, осы жерге біз О әрпін жазып қоямыз. Қалғандарында дәл осылай жалғастырамыз. Дәптерге әуелі амалдарды осылай орындап аламыз. Біріншісі 210 болды, О әрпі. Екіншісі 90-ды 50-ге көбейтсек 4500, оны 20-ға көбейтсек 90.000 бұл С әрпі. Кейінгісі 7700-ді 560 пен 80-ның бөлінісіне бөлеміз. 560-80-ге бөлсек 7, 7700-7-ге бөлсек 1100. 25-ті 4 пен 87-ның көбейтіндісіне көбейтуіміз керек екен. Бірінші бұл жерге біз қолайлы тәсілмен көбейтіп аламыз. Яғни 25-ті 4-ке көбейтеміз, 100 болады. Одан кейін оны 87-ге көбейтеміз, 8700. Кейінгісі 4200 пен 4200-ге 80 мен 200-ның қосындысын қосып, оны 20-ға бөлуіміз керек. Жақшаның ішінде қосындыны орындағанда 4480 шықса, оны 20-ға бөлсек 224. Кейінгісі 57-ні 98 мен 8-дің және 0-дің көбейтіндісіне көбейтуіміз керек. Бұл 0 болады. Одан кейін 40-ті 90 мен 8 мен 2-ның қосындысына көбейтуіміз керек. 90-ға 8 мен 2-ні қоссақ 100 болады. 40-ті 100-ге көбейтетін болсақ 4000. Одан кейін 14200 бен 3600-дің қосындысын 100-ге бөлеміз. Бұл 178 болады. 250-ге 50-ді қоссақ 300, 300-ге 300 қоссақ 600, оған 5-ті қоссақ 120. Және ең соңғысы 128 бен 472-ның қосындысын 3-ге көбейтсек 1800 болады. Және шыққан мәндердің турайындағы мәндерді қайсы әріп сәйкес келсе, сол бойынша орналастырдық. Бұл жерде бізде ғарыш кеңістігін, ондағы нысандарды және жұлдыздар мен галактикаларда болатын өзгерістерді зерттейтін ғылымның аты келіп шықты. Бұл астрономия екен. Екінші есеп: дәптеріңе теңсіздіктердің шешімдер жиынын жаз және оны сан сәулесінде белгіле. Демек, бізге берілген К 3-тен кіші екен. Ендеше сан сәулесін сыздық. 0-ден 8-ге дейін сызып қойдық. Бұл жерде демек К 3-тен кіші болатын болса, оны солға қарай штрихтармен белгілеп қойдық. Демек, осылай белгіленеді. Одан кейінгісі Т 3-тен үлкен екен. Ендеше мұны сызып қойдық. Бұл 3-тен бұлай үлкен болса, шексіздікке дейін кете береді. Үшінші есеп: тапсырманы орында, жазуды түсіндір. Балалар жердің моделін шар түрінде жасады. Бұл модельді өлшеген кезде шар 3 килограмдық кіртастан ауыр, бірақ дәл осында 2 кіртастан жеңіл болып шықты. Шардың массасын X килограмм деп белгілеп, теңсіздіктер жаз. Міне суретте көрсетілген жердің моделін шар түрінде жасапты. 3 килограмдық кіртастан ауыр болып тұр. Бірақ осында 2 кіртастан жеңіл болып шығады.
шардың салмағы 3 килограмм мен 6 килограмм аралығында болады. Бұл жерде яғни шарды салмағын x деп белгілейтін болсақ, массасын ол 3-тен үлкен және 6-дан кіші. X-іміз 3-тен үлкен және 6-дан кіші. Екі теңсіздіктің орнына бір қос теңсіздікті міне 3 X-іміз 3-тен үлкен, 6-дан кіші түрінде жазуға болады. Оны бұлай оқиды: X белгісізі 3-тен артық және 6-дан кем. Дәптерге осылай жазып қоямыз. Суреттегі бос ұяшықтың орнына 3-ті жазамыз бос орындарға. Яғни X-іміз 3-тен үлкен және X-іміз 6-дан кіші. Оны жазылуын осылай жазып қойдық қос теңсіздік түрінде. Қос теңсіздік бір жолға жазылған екі теңсіздіктен тұрады. Сен бұл теңсіздіктердің шешімдер жиынын сан сәулесінен көре аласың. Міне, жаңағы қос теңсіздікті жаздық. X-іміз 3-тен үлкен, 6-дан кіші. Сан сәулесін сызып, міне шешімдер жиынын жазамыз. Яғни бұл жерде бірінші 3-тен үлкен еді, міне, және 6-дан кіші. Демек, оның шешімдер жиыны 4 немесе 5 болуы мүмкін екен. Енді екіншісінде қарайық. X-іміз 5-тен артық, 15-тен кіші екен. 15-тен кем екен. Оны да сан сәулесінде осылай өрнектейміз. 5-тен бастап сыздық, міне. 5-тен артық еді ғой, және 15-тен кіші. Оны астына сыздық. Енді оның шешімін барлық шешімдердің жиын түрінде жазуға болады. Яғни мына 5 пен 15-тің арасындағыларды 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 екен. Төртінші есеп: қос теңсіздіктер жаз. А. Т белгісізі 4-тен артық және 9-дан кем. К белгісізі 5-тен артық және 18-ден кем. Б. М белгісізі 10-нан артық және 25-тен кем. Р. Н белгісізі 6-дан артық және 15-тен кем. Демек, қос теңсіздік түрінде осылай жаздық. Т белгісізі 4-тен артық екен, 9-дан кем. К белгісізі 5-тен артық, 18-ден кем. М белгісізі 10-нан артық, 25-тен кем. Н белгісізі 6-дан артық, 15-тен кем. Бесінші есеп: теңсіздіктерді оқы. Қос теңсіздікті жеке екі теңсіздікке ауыстыр. Демек, біріншісін оқимыз. А белгісізі 7-ден артық, 12-ден кем. Екіншісі Б белгісізі 15-ден артық, 96-дан кем. Үшінші С белгісізі 18-ден артық, 75-ден кем. Кейінгісі Д белгісізі 21-ден артық, 49-дан кем. Одан кейінгісі М белгісізі 130-дан артық, 182-ден кем. Соңғысы Д белгісізі 274-ден артық, 280-ден кем. Берілген қос теңсіздіктерді жеке екі теңсіздік етіп жазып алдық, ауыстырып жаздық. Бұл жерде міне А 7-ден үлкен, 12-ден кіші. Екіншісінде С 18-ден үлкен, 75-ден кіші. Үшіншісінде М 130-дан үлкен, 182-ден кіші. Кейінгілерді дәл солай жалғастырып жаздық. Міне көріп тұрсыңыздар. Өз беттеріңізше жазып тексеріп көрсеңіздер болады. 6-шы А есеп: дәптеріңе сан сәулесін сыз, сандарды белгіле. Сан сәулесінде белгіленген сандар жиыны мен шешімдер жиыны сәйкес келетін қос теңсіздікті жаз. Демек, мән берсек, сан сәулесінде белгіленген сандар 2, 3, 4, 5 екен. Ендеше бұған сәйкес келетін қос теңсіздік X-іміз 1-ден артық, бірақ 6-дан кем. Дәптерге осылай өрнектеп жазып қоямыз. 6-шы Ә есеп: сан сәулесін сыз, сан сәулесіне ретімен 5 санды белгіле. Өзің сан сәулесінде белгіленген сандар жиыны мен
шешімдер жиыны сәйкес келетін қос теңсіздікті жаз. Дәптерге осылай сан сәулесін сыздықты 5 сан белгілері 2, 3, 4, 5, 6-ны белгілеп алдық. Енді осыған шешімдер жиыны, яғни шешімдер жиыны 2, 3, 4, 5, 6 болған қос теңсіздік бұл x-ымыз 1-ден үлкен, 7-ден кіші. Жетінші есеп теңдеулерді шеш. Біріншісі 30.816 мен x-тің бөліндісі 321 мен 3-тің көбейтіндісіне тең екен. Демек, бірінші теңдеудің оң жағын орындап аламыз. 321-ді 3-ке көбейтеміз. Бұл 963 болады. Енді x-ті табамыз. X-ті табу үшін біз 30.816-ны 963-ке бөлеміз. X-іміз 32-ке тең болады. X-тің орнына 32-ні қойып тексеріп көреміз. Бұл 963-ке тең. 321-ді 3-ке көбейтсек те 963-ке тең. 963, 963-ке тең. Кейінгі теңдеу 830.745-тің y пен айырмасы 847 мен 193-тің көбейтіндісіне тең екен. Тағы да теңдеудің оң жағын орындап аламыз көбейту амалыны. Бұл 163.471-ге тең болды. Енді y-ті табу үшін 830.745-тен 163.471-ді азайтамыз. Бұл y-іміз 667.274-ке тең. Енді мына y-тің орнына осы санды қойып азайтып көреміз. 830.745-тен 667.274-ді азайтсақ 163.471 болады. Ал 847 мен 193-тің көбейтіндісі де 163.471-ге тең. 8-ші есеп тапсырманы орында. Арманның ақшта тұратын достары дүкеннен телескоп көрді. Егер олар ай сайын $8 жинап отырса, бір жылдан кейін телескоп алуға болатынын анықтады. Дүкенде оларға тауардың құнын бөліп төлеуді ұсынды. Егер олар 18 ай бойы ай сайын $9 төлеп отыруға келіссе, телескопты бірден алып кетуге болады. Телескоптың бағасы қанша? Құнын бөліп төлейтін болса, телескоптың құны қанша болады? Есептің шешуін орындаймыз. Егер дейді олар $8 жинаса, бір жылда телескоп алуға болады екен. Демек, телескоптың өзінің бағасын табамыз. Ол үшін бір жылда 12 ай бар. 12-ні 8-ге көбейтеміз, $96 болады. Демек, телескоптың өзінің бағасы $96 екен. Ал олар 18 ай бойы ай сайын $9 төлейтін болса, қанша төлейді? Соны табамыз. Ол үшін $9-ды 18-ге көбейтеміз, $162 екен. Демек, жауабы телескоптың бағасы $96. Құнын бөліп төлейтін болса, телескоптың құны $162 болады. 9-ші есеп салыстыр. Әріпті өрнектердің мәндерін қоймай тұрып, олардың арасына таңбаларды неге олай қойғаныңды түсіндір. Бірінші міне т-ның 0-ге көбейтіндісі мен т-ның 1-ге көбейтіндісін салыстырамыз. Бұл жерде т-ның 1-ге көбейтіндісі т-ның 0-ге көбейтіндісінен артық болады. Өйткені кез келген санды 0-ге көбейтсек 0 шығады. Ал 1-ге көбейтсек сол санның өзі шығады. Ал 0-ден кез келген сан артық. Бұл жерде т кез келген сан болуы мүмкін. Ал екіншісінде кез келген саннан өзін азайтатын болсақ 0 болады. Ал кез келген санды 0-ге көбейтсек те 0. Сондықтан бұл екі өрнек бір-біріне тең. Ал одан кейінгісі б менен к мен к-ның айырмасын салыстыруымыз керек екен. Бұл жерде к мен к-ның айырмасы 0-ге тең болады. Ал б кез келген сан болуы мүмкін. Демек, ол к мен к-ның айырмасынан артық. Одан кейін 8253-тің n-ге қосындысы мен n-ның 8523-ке қосындысын салыстырған. Бұл жерде n дегеніміз екеуі бірдей сан. Демек, мына сандарды салыстырамыз біз. 8253 үлкен бе, 8523 үлкен бе? Демек, 8523 артық болады. Оған кез келген n санын қосатын болсақ, ол одан артық болады.
7000-нан x-ті айырмасымен 7000 мен x-тің қосындысын салыстырады екенбіз. Демек, кез келген санға кез келген санды қоссақ, ол артып барады, ал мынау кеміп барады. Демек, ол артық. Енді кейінгісі 250 мен d-ның көбейтіндісі мен 4-тің көбейтіндісі 1000 менен d-ның көбейтіндісін салыстыруымыз керек екен. Бұл жерде сандарды көбейтіп аламыз. 254-ке көбейтсек 1000 болады, ал 1000-ның d-ға көбейтіндісі және 1000-ның d-ға көбейтіндісі бір-біріне тең. Өйткені d бұл жерде кез келген сан екеуінде бірдей болады. Одан кейін 809 мен r-дің бөліндісі мен 908-ның r-ге бөліндісі екен. Бұл жерде r-лер бірдей сан, сандарды салыстырамыз. 809 мен 908. Демек, 908 артық. Бөліндісі де артық болады. S пен R-ның бөліндісі мен S пен R-дің қосындысын салыстырады екенбіз. Бөліндісі әрдайым кіші сан шығады, ал қосындысы артық болады. Демек, S қосу R өрнегіміз артық екен. D мен D-ның қосындысымен 3 көбейту D-ны салыстырамыз. Бұл жерде D мен D-ның қосындысы 2D болады. Ал біз 3D-ны көбейтсек, 3D болады. Демек, 3D артық. 10-ші есеп тапсырманы орында. Көрмеге арналып метеоритке ұқсас 1D27 модель жасалды. Олардың біреуі басқасынан жеңіл болып шықты. Гыртасы жоқ таразыда 3 рет өлшеу арқылы жалғыз жеңілді модельді қалай табуға болатынын ойлан. Бірінші, 27 модельді 9 модельден бөліп аламыз. Өлшеу нәтижесіне байланысты массасы жеңіл топ анықталады. Яғни 9-9-дан 3 болады. Енді екінші, енді таразының табақшасына 3 модельден салып, массасы жеңіл топты анықтаймыз. Яғни бір 9-дықты алып, 3-ке бөлеміз. Олар 3-3-3-ден 3 болады. Үшінші, қалған 3 модельді таразының табақшасының екі жағына бір-бірден салып, қайсысы жеңіл екені анықталады. Сосын анықталған жеңілі ізделінді модель. Егер олар тең болса, онда үшінші тұрғаны жеңіл модель. Осылайша 3 рет өлшеу арқылы жүзеге асырылады. 11-ші есеп. Қос теңсіздік түрінде жаз. Шешімдер жиынын сан сәулесінде белгіле. Шешімдер жиынын фигуралы жақшаның көмегімен жаз. Демек, бізге берілген Y 6-дан артық, бірақ 12-ден кіші екен. Демек, сан сәулесін сызып, шешімдер жиынын табамыз. Ол үшін біз Y 6-дан артық еді ғой. Демек, міне 6-дан артық болса, оң жаққа қарай штрихтармен белгілейміз. Және 12-ден кіші екен. Демек, бұның шешімдер жиыны 7, 8, 9, 10, 11 болады. Міне осылайша жазып қойдық. Қос теңсіздік түрінде бұлай жазамыз. Y ізделіндіміз 6-дан артық, 12-ден кіші. Кейін бұл екіншісінде Y 5-тен артық екен, және 10-нан кіші екен. Ендеше бұны жазамыз. Бестен артық болса, мына жерден бастап штрихтармен белгілеп қойдық. Ал 10-нан кіші болса, солға қарай штрихтармен белгілейміз. Демек, бұл жерде шешімдер жиыны 5 пен 10-ның арасындағы сандар 6, 7, 8, 9 болады. Осымен бүгінгі 131-ші сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.